Соңғы күндері ел ішінде қызуға талқыланып жатқан жаңалық танымал әнші Сәкен Майғазиевтің ұлы Әділет пен келіні Әдия жайлы. Көпшілікке қызық көрінген бір жайт олардың некесі той күні емес, біраз уақыт өткен соң қиылғаны белгілі болды. Бұл шешімнің артында қандай себеп тұр? Тойларын дүркіретіп өткізген жас жұбайлар неге бірден неке қидырмады? Жақындарының айтуынша, тойдан кейін Әділет пен Әдия біраз уақыт бойы тек азаматтық некеде тұрған, ал ресми некелерін тіркеуге кеш барған. Неге? Бір деректерде бұл олардың жеке жоспарына байланысты делінсе, кейбіреулер ата-аналар келісімі кеш шыққан деп болжайды. Әлеуметтік желі қолданушылардың пікіріне қарасақ, сонда осы уақытқа дейін некеде болмадыңдар ма? Діни некеде болды ғой. Бұл заңды неке куәлігі. Алланың алдында неке болды. Дегенмен шындықты тек қана жас жұбайлардың өздері ғана біледі. Көпшілік бұл олардың сезімін тексеру үшін жасалған қадам десе, енді бірі тұрмыстық жағдай мен құжаттық рәсімдер уақытты созды дейді. Әлеуметтік желіде бұл жаңалық түрлі пікірталасқа себеп болды. Бірі жақсы шешім десе, енді бірі бұл дұрыс емес деп сынға алды. Ең қызығы, Сәкен Майғазиев бұл туралы ашық пікір білдірмей, тек олардың жеке таңдауы деп қысқа қайырған. Ал шындық қандай, оны тек жас жұбайлардың өздері біледі. Сіз қалай ойлайсыз, некені бірден қию маңызды ма, әлде уақыт өткен соң да бәрі кеш емес пе? Шын мәнінде некелерін кеш қию олардың шешімі ме, әлде ата-ананың ақылы ма? Бұл әлі де жұмбақ күйінде қалуда. Бәлкім бұл олардың махаббатын бекемдейтін ерекше бір жол болған шығар. Сіз қалай ойлайсыз? Тойдан кейін бірден неке қию маңызды ма, әлде махаббатқа уақыт беріп, кейін ресми рәсім жасау дұрыс па? Пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл біз үшін маңызды. Арнамызға тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер.